Сәлем достар, менің есімім Нұрханым. Бұл сыр білім парақшасы. Айта кетейін, мен сексологпын, қазір психолог оқып жатырмын, және де әйелдерге арналған тренингтерді өткіземін. Маған күнделікті сұрақтар келеді, және соңғы кезде бір сұрақтар өте жиі қойып кетті. Сол үшін соны сізге оқып алайын. Сәлеметсіз бе? Менің сұрағыма жауап беріңізші. Менің тұрмысқа шыққаныма уже 1 ай болып жатыр, 1 ай. Айта кетейін, кейбір әйелдер 6 ай, 3 ай деп жаза береді. Бірақ әлі көтермедім. Неге? То есть 1 ай тұрмыста әлі көтермедім. Неге? Жауабым, да, ең бірінші әрине 1 ай это өте аз. Өте аз. Кейбір адамдар бәрібір бірінші жыныстық қатынастан жүкті болады. Кейбір адамдар бірнеше жылдан кейін жүкті болады, да. И мына жерде тоже айта кетейін, что жүктілік, как ни крути, енді ол менің жеке пікірім. Бұл бір Алланың да қалауы. Мен солай деп ойлаймын. Қаншалықты адамдар қорғану да тәсілдерін санайды, біреу анау, мынау, бәрібір 100% ешкім сізге гарантия бере алмайды, да. Сол сияқты да жүкті болу, бұл да бір Алланың қалауы. Сіз оны нақты бірінші жыныстық қатынаста жүкті болу дегенде, или 1 ай, 1 аптаның ішінде ешқандай кепілдік жоқ, да. Это как бы очень такой общий айтатыным. Енді не істеу керек, да? Неге деп былай? Неге? Біріншісі, ең алдымен үйленгенге дейін, сіз міндетті түрде үйленгенге дейін, немесе жүкті болайын дегенге дейін. Себебі кейбір жастар үйленгенде сразу бала туғысы келмейді. Примерно 1-2 жылда жүріп, да, өздері үшін кішкене сосын баланы жоспарлайды. Сондай да болуы мүмкін. Бірақ енді уже жоспарлаған кезінде міндетті түрде екеуде де гинеколог, уролог, андролог маманына екеуі бару керек, тексерілу керек. Еркек кісі еркектік анализдерді, спермограмма тапсыру керек. Қыздарда гинеколог, мамолог, вообще тоже толығымен, как мен мысалы айтады, біз екеуміз жоспарлаймыз бала туу сол. И сізді полностью сізге айтады, не қан, анау, мынау, не тапсыру, не қаралу деп айтады да, и все. Это ең біріншісі, себебі көптеген кезінде еркектің спермасы әлсіз болады. Сосын әйелден көреді, а по сути это вообще еркектен, да. Сол үшін қазір айтып атқан, қазір көп айтады, көп еркектер мысалға бедеу, да, бірақ көп әйелдер айтады, я виновата деп қояды, да. То есть әйелден вообще ештеңе жоқ. Еркектің спермасы әлсіз болса, бұл оның да емдену керек деген сөз. Вот и все. Это біріншісі. То есть міндетті түрде ең алдымен дәрігерге емденіп алып, тексеріліп емдену керек. Это біріншісі, да. Екіншісі, это психология, сексология тарапынан, это уже менің жұмысым, да, непосредственно. Себебі кейбір мәселелер, кейбір адамдарда денсаулық тарапынан бәрі норма болуы мүмкін, бәрі жақсы, бірақ бәрібір бала жоқ. Это көбінесе психология біздің миымызда, да, себептері. Қандай себептері болуы мүмкін, да? Біріншісі, ең біріншісі, это, былай айтайын, өте қатты оны қалау, да? Себебі кейбір әйелдер өте қатты қалып қалады, да? Прям бүкіл ойы тек сол, да? Онда олай болмайды, да? Слишком фокусировка, сіз бір жаққа слишком андай болсаң, керісінше сізден кетіп қалады, да? Кейбір әйелдерге, кейбір көптеген адамдар айтады, отдых бір жерге екеуі кетіп қалады, бір путешествие, анау, басқа бір жерге қыдырып келеді, и жүкті болып қалады. Потому что ойлары ашық, ойламайды, рахаттанады, ләззат алады өмірден, и осындай кезде жүкті болып қалады, да? Это біріншісі. Мындай бір легкий вариант, да? Это егер сіз байқап тұрсыз, что-то слишком, вообще ойламаңыз. Болды, болады, болмаса болмайды, бәрі Алланың қолында деп, да? Это бір, да? Екіншісі, это әйел адам, мысалы, күйеуге шықты, бірақ енді ол мынандай да, мысал ретінде өте такой қатты, енді екеуі ұрады, мысалы. Немесе ауыр сөз айтады. Немесе ата-анасымен, біреулермен тұрса, олар тиіседі. Сондай да бар ғой енді, шыны керек. Әйел адам, жас қыз уже ойланып қалады.
потому что өзін жақсы сезінбейді ғой сондай жерде, өзін қауіпті сезілмейді, потому что оған деген қарым-қатынасы үйдегідей емес, басқаша, да. Сондай бір әрине әйел адам ойланып қалып, маған ол керек пе, керек емес пе. Это все подсознательно, да. Нақты ол былай айта алмайды, бірақ ішінде сол себептері бар. Тағы да бір себеп қандай болуы мүмкін. Так, это мы сказали про это, что-то ойым бұзылып кетті. Так, это біріншісі, это екіншісі, это қорқу. Кейбір қыздар, мен қанша әйелдермен жұмыс жасаймын, көп әйелдер босануды қорқады. Мысал ретінде, кино көрді, или біреумен сөйлесті, и андай реакцияда, ойбай, это было так ужасно, солай ауырды, қиналды, страшно. Кейбіреу суреттерін көрсетеді, анау әйел адам босанғаны, аналардың жүрегі айнып, ужас жоқ, ешқашан қорқыныш пайда болады. Сондай өте көп кездер, да. Қыздарында эмоциональный ғой әйелдер. Біресе көріп қалса өзіне қарайды, это да, и қорқып қалады. Сонымен қатар кейбір әйелдер айтады, вот мен босанғаннан соң осындай, осылай, там жыныс денсаулық қынапты тарылту біздің, да, геморрой, анау бәрі сөйлеп кетеді, и анау қорқып қалады. Все, уже жүкті болғысы келмейді. Зачем мен жүкті болам? Потому что менде андай-мындай ауырам, Құдай сақтасын өліп қалам дегендей, сондай қорқыныш болуы мүмкін. Вот осындай мәселелерді екінші, үшінші, потому что бірінші это өте так нормально, да, это слишком фокус қатты болса, но в принципе это все психология тарапынан болғандықтан ең жақсы это психолог, сексолог маманына бару, да, консультация, керек болса психотерапиядан өту, маманмен бірге жұмыс жасау, себебі көптеген осындай себептер психологтар сізге көмектеседі, осындай мәселелерді шешуге көмектеседі, ладно? Это өте-өте маңызды, потому что егер әсіресе, ладно, бір ай это аз, а егер де уже бірнеше жылдап сіз жүкті бола алмасаңыз, міндетті түрде осында прям жұмыс жасау керек. Жарай ма, достар? Все, вроде бәрін айттым, то есть қорытындылап кетсек, біріншісі баланы жоспарлау керек. Бала жоспарлағанда міндетті түрде анализ тапсырып екеуіңізде керек, потому что сол деңгейде, сол этапта уже бірнәрсе болуы мүмкін, соны емдеп алыңыз. Екіншісі, это қараңыз, сіз қорқыныш, уайым, реніш бар ма? Это не обязательно күйеуіңізге, біреумен тұрасыз ба, что-то бірдеме өміріңізде бірдеме реніш, уайым, тағы да бірдеме қорқыныш бар ма именно адамдармен қарым-қатынас жайында, да? Это екіншісі. Үшіншісі, это сіздің ішкі қорқынышыңыз, там жүкті болу, босану, өз қалпына келу, сондай нәрселер. Это все психология тарапынан. Оны да емдейді, да, уже сөйлесу арқылы, определенный бір техникалар арқылы осындайлар шешіледі. Вроде все, вроде бәрін айттым, достар. Вроде все, да? Сұрақтарыңыз болса, негізі менің дәріктіме әлі жазып жатыр, да? Мен оқимын дәрікті. Маған Анель ханым жауап беріңіз дегенде, мен оқимын, бірақ жауап бермеймін, да? Мен осындай видеоларды сіз үшін түсіремін. Ал менің жеке консультациям керек болса, сол маған дәрікке немесе астыңғы Telegram парақшаның сілтемесі жазылған, сол жерге маған тікелей жазыңыз, және де консультацияға жазылыңыз. Сұрақтарыңыз болса, осы видео жайында пікір қалдырыңыз, қандай тақырыптағы қызық, соны жазыңыз, міндетті түрде талқылаймыз. Рахмет, сау болыңыз.